Құрметті достар, сіздердің назарларыңызда бұқату жаңалықтары. Білім ордасындағы соңғы жаңалықтардан хабардар болғыңыз келсе, бізбен бірге болыңыздар. Дорогие друзья, предоставляем вашему вниманию новости ЗКТУ. Будьте с нами, если хотите быть в курсе новостей недели университета Жангирхана. Еңсесі биік отан қорғаушылар саны арта түсті. Осы аптада Жангирхан университетінде әскери кафедра курсанттары ант қабылдап, әскери шенін алды. Оқу жылының ішінде запастағы офицерлер бағдарламасы бойынша оқыған курсанттар саны 169. Олардың қатарында 10 нәзік жанды арулар да бар. Новое сотрудничество, новые перспективы. Делегация университета Жангирхана посетила Самаркандский государственный университет ветеринарной медицины, животноводства и биотехнологии. В ходе визита были подписаны двусторонние соглашения о сотрудничестве и протокол о намерениях, по условиям которого обучающийся и профессорско-преподавательский состав университета могут принять участие в программе академической мобильности и обучаться по совместным образовательным программам. Елеулі еңбек бағаланды. Жангирхан университетінің доценті Берік Хусайынов жалпы ұлттық референдумның өткізілуіне қосқан үлесі үшін мемлекет басшысының алғыс хатымен марапатталды. Аталмыш марапатты Орал қаласының әкімі Мержан Сатханов табыстады. Әріптесімізді құттықтаймыз. Первый выпуск после дипломного образования. По инициативе ректора университета Аскара Наметова был запущен проект для обучения молодых преподавателей по программе последипломного образования продолжительностью 3 года. Программа проводилась по 4 направлениям, в котором преподаватели освоили по 3 модуля и защитили проекты. В этом году первые выпускники, успешно завершив обучение, получили свои сертификаты. Поздравляем наших молодых преподавателей. Білімді мыңды жығады. Жыл сайын 23 маусым Олимпиада күні ретінде халықаралық деңгейде атап өтіледі. Соған орай Қазақ радиосының облыстық филиалының Жас Сторис бағдарламасында университетіміздің агротехнологиялық институтының студенті Алмагүл Телжанова қонақта болды. 14-ші республикалық пәндік олимпиадасының жүлдегері тілшімен әсерлі әңгіме өрбітті. Уважаемые абитуриенты, информируем вас о начале работы приемной комиссии университета Жангирхана. Приемная комиссия по приему документов работает ежедневно, без выходных, с 9 утра до 6 часов вечера. Для получения более подробной информации можно обратиться в колл-центр, который указан в социальных сетях и на сайте университета. Ждем вас в нашем университете Жангирхана. Сіздер апта ішіндегі жаңалықтармен таныстыңыздар. Жағымды жаңалықтарыңыз болса, бізбен бөлісуді және университетіміздің әлеуметтік желідегі парақшаларына жазылуды ұмытпаңыздар. Вы ознакомились с новостями за неделю. Если у вас есть хорошие новости, не забудьте поделиться с нами и подписаться на страницы нашего университета в социальных сетях.